Ассалаумағалейкум YouTube көрермендер, қазақ елі шаруашылық каналының көрермендері, қалдарыңыз қалай, баптарыңыз қалай? Бүгін сол тауықтарыма түскі жем берейін деп жатырмын. Бүгін бізде осындай дрожжи су және де алма беретін боламын. Және де мына жерде кукуруз бар. Шелектің түбінде қалған кукуруз, соны беретін боламыз. Қазір біздің жақта қар, мен перчаткамен жүрмін, көрген боларсыздар. Және бәрі қатып жатыр. Бүгін сіздерге көбісін мазалап жүрген сұраққа жауап беретін боламын. Жауап беріп жүріп, тауықтардың түскі жемдерін беретін боламын. Жалпы бірінші сұрақ, ухы өлу қайда? Осы сұраққа көбісі мазалап жүр екен. Бір-екі көрерменді жайлы жауап беріп кетейін деп едім. Жалпы ухы өлу тауығым менің қазір жоқ. Себебі бәріңіз білетін боларсыздар. Бірінші қар түскен кезде, біздің жаққа бірінші қар түскенде, мен мына жақтағы көчен тауықтарымда, мына жақтағы домашний тауықтарым бәрін осы ортаға қораға қосқан болатынмын. Себебі күн суық болды, бәрі бірге жүрсін, жалпы жылы болады деген оймен қосқан болатынмын. Және де білетін боларсыздар, 6 көчен әтешім, және де бір домашний, бір брама әтештерім, және ухы өлу әтеші бәрі осында жүрген болатын. Осы жүрген кезде бірінші күні олар қатты төбелескен болатын. Сол төбелескенде байқадым, бірінші күні төбелескен. Потом бір аптадан кейін жалпы жем, осы бір аптаның ішінде жемдерін беріп, суларын беріп жүрген болатын. Бір аптадан кейін қарасам, ухы өлу әтешім слабый болып қонақтайтын жерде отыр екен. Одан кейін барып қарасам, басы қанап кетіпті. Бұның жалпы басы екінші рет қанап жатыр. Өйстіп басын шұқып салған, прям затылкасына дейін көрініп тұр, прям сүйегіне дейін көрініп тұр, прям миына дейін шұқып салған. Өзіміздің әтештер, основном қара әтеш шұқыған, прям басы қанап кеткен, кровотечение болған. Потом бұл походу көп қан, жалпы көп қан жоғалтқан себебінен әлсіреп қалған ғой деймін. Сосын кейін мына жерде өзімнің ақсеткам бар. Ақсетканы алып бөлектеп қойған болатын. Бұны бөлектегеннен кейін бұл бір аптадай бөлек жүрді. Ол бір апта ішінде мен бұған алисерил, сосын кейін жалпы бүкіл керек жарақтарын берген болатынмын. Міне ақырындап тауықтарым шығып жатыр. Көчендарым, міне 2 көчем шықты. Тағы да бір қара тауық шығып баратыр. В общем, емдеген болатынмын. Бір аптадан кейін ухы өлуім өліп қалды. Енді қазір мына жақты бәрі әзірге бірге жүр. Оларды әлі реттеген жоқпын. Міне қазір алмаларын беретін боламыз. Алмаға бұл қатты аппетиттер жоқ. Мына алмаға дейтін көріп тұрған боларсыздар. Алма менде жан жақта шашып жатыр. Бірақ мына алмалар асылып қатып қалған алмалар. Мына свежий алмалар әкеп жатырмын қазір. Міне брама әтешім шықты. Бұл салмақ жинап уже кішкене дәуіп қалды кәдімгідей. Міне тауықтарды да шақырып жүр бұл. Қазір мына жақта 2 кормушкаға алма беріп тұрамыз. Енді суларын беретін боламыз. Сразу жем алып аламын қазір. Біраз уақыттан кейін тағы да жемге барам. Вот. Жем қазір кукуруза мен бидай араласқан. Көріп тұрғанымыздай. Так. Қазір енді бәрін шығарамыз. Міне бәрі аралас. Алма да бар ішінде, жалпы кукуруз да бар. Қазіргі тауық қорамын бір түсіріп кетейін. Мына жақтың бәрі боқ. Шамамен бір апта бұрын тазартқан болатын. Сол баяғы лампочка. Так, мынау гнездо. Мына ағашпен мен жағып қоямын мына гнездоны. Кешкі таман. Себебі мыналар мұнда қонақтап, мынаны тышып тастайды. Так, міне 2 жұмыртқа жатыр. Мынау кеше жатқан жұмыртқа.
жарып тастапты, көріп тұрғандарыңыздай жарып тастаған. Анау подкладной жұмыртқа. Так, мына жерде тағы да бір гнездо бар. Бұнда тумапты. Мына гнездо білетін боларсыздар, менің күрік тауықтарыма жасағам. Бұның да үстіне бұлар кешкі тамақ қонақта болады, түсіп. Бірақ основной қонақтайтын жерлері бұл мына жер ғой. Мына жерде де кормушкалар бар. Аз кішкене енді қора лас болып тұр. Бірақ нормально. Так, мына жерде бізде көріп тұрсыздар, су қатып қалған. Су прям қора ішінде қатып қалған су. Так, енді дрожжымен суымызды береміз. Уже дейтін тауықтарымыз жемдерін жеп алыпты. Қазір мен сіздерге біраз уақыттан қосылам, суларын беріп алайын. Так, міне суларын құйып қойдым дрожжымен. Так, енді мына бір ыдысы прям қатты қапты. Іші бәрі мұз, қазір көрсем. Так, іші дейтін прям қатты мұз. Міне жібітейін деп көрдім. Түкшіп болады. Дескен жоқпын. Так, енді мына бір қорадағы тауықтарымызға барамыз қазір. Бізде қазір примерно бір ауа райы бір минус 16 сондай болып тұр. Жаңа қараған болатын 16-17. Так, мына замок сынып қалған болатын. Бұл замокты кеше жөндеп қойдым, кешке жақын. Мына тауықтарымызда да осы су қатқанның кеселінен 2 ыдысты сындырып алған болатын, ішіндегі мұзын алам деп. Так, бұларға да қазір алманы береміз, сосын кейін қалған жемдерін береміз. Так, мисканы мына жаққа қалдырып кеттім. Так. Арнада көп видео шықпай кетті. Енді дейтін видео шығаратын болам. Жартысын төгіп алдым, қазір жинап алайын. Жаңа айтқан жарып қалған ыдыстарға 2 ыдысқа алма салып қойдым. Мына жақтарға сразу жемдерін шашып қойдым былайынан. Мына жерге көріп тұрған боларсыздар, үйдің күлін осы жаққа төгіп жүрмін. Олар өздерінің үстіндегі паразиттарды тазартады, осы күлге келіп. Так, енді бұларды шығаратын боламыз. Так. Бәрі шығып жатыр, міне. Сразу бірінші очередь жемдерін жеп жатыр. Так, мына әтеш өзі пугулевый. Пугулевый өзі қорқақ. Так, мына қорада түк өзгеріс жоқ, сол баяғыдай. Мына жерді қазір тазарту керек. Мына опилка сепкен жоқпын. Міне мыналарда да көріп тұрған болса светтер жанып тұр. Бірақ оның өзінде де сулар қатып қалған кәдімгідей. Суларын енді қазір тазартып төгеміз. Енді алмаларын жеуге көшті. Кукурузды полный жеп алды. Енді бидайларын кішкене сәлдеп жеп жатыр. Так, мына жақта уже әтеш алманы жеуге көшіпті. Мына жаққа суларын қойып қойдым. Так, несін мискасын мұздарын тазартып суларын қойып қойдым. Так. Бүгінге осы енді. Қазір ар жақ оқилулар тұрған қораны бір түсіріп кетейін сіздерге. Ояқта көп түсірмедім, себебі болды, жем бітті көріп тұрғандарыңыздай. Енді оқилуның орасын түсіріп кетем. Астымдағы қар шықырлап тұр кәдімгідей. Так, міне оқилуның қорасы. Бұл қора жайлы, бұл қораны мен жазда жасаған болатынмын. Бұл қора жайлы да каналымда 2 часть видео бар. Жалпы бұның ішінде бізде қазір көріп тұрғандарыңызда ешқандай тауық жоқ. Бұның ішінде тауық ұстап отқан жоқпын, себебі комментарияда және былайда өзімде ойлағам. Жалпы қазір күн суық, аяқтың бәрі ашық-шашық. Бұл жазғы қораға келмесе, былай тауықтарды қыста ұстауға бұл қора келмейді. Міне, мына менің опилкам. Көріп тұрғандарыңыздай. Іші бәрі опилка. Бұдан бір жарым мешок қалды. 2 мешок алған болатын.
бәрін қолданып тастадым. Енді осы мешок қана қалды. Міне мына есігі. Есігінің мына жерде петлясы шуруптар түсіп қалған. Екі шуруп. Өзі есік слабый, жалпы есік қой. Жалпы есік болғандықтан мына жерден көріп тұрғаныңыздай петлясы түсіп қалған болатын. Так. Енді бүгінгі видео осы. Ухилу жайлы жалпы сұрақтарыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Тауықтарыма жем суларын бердім. Түскі сау саламатта жүргенше амандық болсын, саулық болсын, байлық болсын.